Армысыз қымбатты тыңдарман, әсерлі әңгіме мен ой салар оқиға тыңдағанды ұнатсаңыз, менің арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта да жақсы әңгімелер салып тұратын боламын. Лайк басып, комментарий жазып, өз ойыңызды айтатын болсаңыз, қуанып қалар едім. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыз, жаңа шыққан әңгімелерді бірінші болып тыңдайтын боласыз. Кез келген құпияның мәңгі ашылмай қалуы мүмкін емес секілді мына өмірде. Менің де көңілімді алаң етіп, жүрегімді қан жылататын, өміріме қара таңба болып, сол оқиға әлі есімнен кетпейді. Бұл жайында мен ешкімге тіс жарып айтқан емеспін. Мен көп балалы отбасынан шықтым. Ол кезде қазіргідей 4 баланы көп балалы санамайтын еді ғой. Анам әр құрсақ көтерген сайын алдыру туралы ойлаған екен. Бірақ әкем, Алла құрсағыңа берген екен, ол аманат. Аман есен бауырыңа алғайсың дейді екен. Сондағы анамның уайымы 8 қызым бар, 1 ұлым да жоқ деген ой екен. Ал әкем ешқашан анама ұл тумадың деп артық сөйлеген емес. Керісінше, бізді қатарымыздан қалдырмау үшін күндіз түні тынбай еңбек етті. Кейде әкемнің күнге күйіп, аязға жаурап, әбден тотыққан жүзіне қарап, оған қатты жаным ашитын. Аман есен бой жетіп, оқуға түскен соң, әкемді курорттарға алып барамын деп армандайтынмын. Анам үйде, біздің ас-ауқатымызды дайындап, кір-қоңымызды жуып, бірді-екілі сиырын сауып, құрт майын игеріп, қолы босамайтын. Ауылды жер болған соң, анама дайын тұрған жұмыста жоқ еді. Тұрмысымыз керемет болмаса да, аузымыздан ақ май ағып, бақуатты өмір сүрдік демесек те, біз өте бақытты болатынбыз. Анамның қамқорлығы мен әкемнің тынымсыз еңбегінің арқасында ешкімнен кейін болмадық. Бірақ әкем де, анам да өте қатал болатын. Қыз баланың тәрбиесінен қорықты ма, аяғымызды қия бастырмайтын. Үлкен әпкелерім сыныптастары секілді түнде ауылдағы клубқа, би кешіне бара алмайтын. Әпкелерім анама қанша жалынса да, әкемнің ұрысатын алға тартып жібермей қоятын. Соның арқасында әпкелерім ел мақтаған, ибалы қыздар болып өсті. Бірақ менің алдымдағы әпкем екеуміз ерке шолжаң болдық. Әкем кешке дейін жұмыста. Жаздың күндері әтеш шақырмай оянып алатын анам байғұс түсте көз шырымын алайын деп бөлмесіне кіріп демалады. Анамның көзі ұйқыға кетті-ау дегенде, әпкем екеуміз мысық табандап шығып, есікті жаймен ашып, үйден қашып шығатынбыз. Былай шыға бере, әпкем өз құрбысына кетеді, мен біздің көшенің басында тұратын өзімнің сыныптас құрбымның үйіне қарай құстай ұшамын. Ол үйінде 2-3 бала ғана болғандықтан ба, ойыншықтары көп болатын, ал бізде ойыншық өте аз болды. Оның үстіне, қай балаға болсын, өзі күнделікті ойнаған ойыншықтары қызықсыз болып, біреудің ескі заты болса да, керемет болып көрінетін әдеті ғой. Сонымен, ол құрбым да мені күтіп отырады. Екеуміз кешке дейін қызу ойынға кірісеміз. Үйге мал қораланып, сиыр сауылып, ел орынға отырғанда қайтатынбыз. Анамның бір айқайын естіп алып, қолымызды жуар-жумастан тамаққа отыратынбыз. Кейде анам әкемнің көзінше ұрыса алмай, көзін бір алартып қоя салатын. Ондағысы, әкем менің рұқсатсыз ойнап кеткенімді білсе, анам екеумізді де аямайды деген қорқыныш еді. Қазір ойлап отырсам, менің өмірімнің ең бақытты, кіршіксіз таза, мөлдір кезі сол балалық шағым екен. Бірақ сол бір оқиға менің бала жүрегіме жазылмас жара салды. Сол жағдайдан кейін мен еркек атаулыдан жеркеніп, олардың бәрінің ойы бір ғана сияқты көретін болдым. Сол күні менің бейкүнә сәби көңілімнің тұнығы лайланған болатын. Ол менің өміріме әлі де өз көлеңкесін түсіріп келе жатыр. Жаз айы болатын. Әдеттегідей анам барлығымызды қараңғылаған бөлмеге кіргізіп, өз бөлмесіне демалуға кіріп кетті.
Әпкем екеуміз үйренген әдет бойынша жаймен басып, үйден қашып шықтық. Әпкем өз құрбысына кетті, мен құрбымның үйіне қарай бағыт алдым. Құрбым есіктің алдында ойнап отыр екен, мені көріп қуанып кетті. Екеуміз оның ойыншық ыдыстарымен біраз ойнадық. Сәлден соң шөлдей бастадық. Ол анасы дайындап қойған ашымық көже бар екенін айтты. Біз салқын көже ішуге ішке кірдік. Әкесі теледидар көріп отыр екен. Мен ол кісіге амандастым. Көже ішіп алған соң, екеуміз теледидар көргіміз келіп, құрбымның әкесінің қасына отырдық. Сәлден соң әкесі құрбымды қораға барып, бұзауы шығып кеткен жоқ бекен деп, соны көріп келуге жұмсады. Құрбым қырсығып барғысы келмеді. Әкесі 2-3 рет айтып, тыңдата алмаған соң, оған ұрса бастады. Әкесінің дауыс көтеріп, айғайлағанына ренжіген ол, бақырып жылап, далаға шығып кетті. Мен де оның артынан шығайын деп, орнымнан тұра бергенімде, әкесі менің қолымнан шап беріп ұстап алды да, алдына отырғызып қойды. Мен кетпек болып бұлқынып едім, ол мені белімнен қысып ұстап, жібермей қойды. Менің қызым жаман. Сен ақылды қыз екенсің. Маған қыз болшы, я? Мен сені қыз қыламын. Неше түрлі тәттілер әкеп беремін, деді де мені аймалап сүйе бастады. Одан шошыған менің есім шығып, не болып жатқанын түсінбей қалдым. Еміс-еміс есімде қалғаны, менің астымды сипалап, тіліңді шығаршы деп, қайта-қайта айта бергені. Ол мені әбден умаждап қинады, бірақ жынысты қатынас болмағаны анық есімде. Сәлден кейін, әрең дегенде оның қолдарынан сытылып шығып, қаша жөнелдім. Сол сұмдық оқиғадан кейін, құрбым қанша шақырса да, оның үйіне бармайтын болдым. Мінезім қатты өзгерді. Күндегідей әпкеммен бірге қашып шығып, ойын қумайтын, ешкіммен сөйлеспейтін, жеке қалғанды ұнататын әдет таптым. Мен есейіп, етегімді жиғанға дейін сол қорқынышты жайт ойымнан кетпеді. Бой жете келе, жігіттер сөз сала бастаса, олардан қашқақтай беретінмін. Құрбымның әкесінің айуандық әрекетінен кейін мен пәктігімді жоғалтып алдым деп ойлайтынмын. Сондықтан ешқашан тұрмысқа шықпауға бел будым. Мектепте жақсы оқыдым, бірақ аса белсенді болдым дей алмаймын. Құрбыларымнан жекеленіп, ешкіммен сырласып, ашылып сөйлеспей, тұйықтала бердім. Әкесі маған қолын сумаңдатқан құрбыма тіпті жоламай кеттім. Ол не болғанын түсіне алмады. Мен оған ешқашан басымнан өткен сұмдықты ашып айта алмадым. Содан кейін екеуміз бір-бірімізге бөтен болып кеттік. Осылай уақыт өте берді. Мен тезірек өз үйімнен, мына ауылдан кеткенше асықтым. Өзімді ешкім танымайтын, білмейтін қалаға кетіп қалуды армандайтынмын. Туған ауылымдағы тұрғындардың бәрі менің сол күнгі масқара жағдайымды білетін сияқты болып тұратын. Бірақ тағдыр тағы да жағымсыз тосын сый дайындап отыр екен. Менің арман мақсатым тағы да күл-талқан болды. Көрші ауылда әскерден келген соң, ауылда қалып қойған бір жігіт бар еді. Сол мені ұнатып, сұрастырып жүрген екен. Еркек атаулыдан жерініп, атын естісем кірпідей жиырылатын мен оны маңыма да жолатпадым. Ол да 5-6 ай уақыт соңымнан қалмай жүрді. Дегеніне жете алмаған соң болар деп топшыладым. Кейін жоқ болып кетті. Маған да керегі сол. Оны іздеп, уайымдап та көрмеппін. 11-ші сыныпта аяқтап, жаздық емтихандарымды тапсырып болған кезім болатын. Құрбыларым сыныптас ұлдарымен отырыс жасайық деп кешке жиналды. Мен әдеттегідей барғым келген жоқ. Әкемнің де жібермесі анық. Сыныпта ауыз-аузына жұқпай сөйлейтін бір қыз бар еді. Отбасы жағдайы бізбен шамалас. Сол қыз менен отырысқа киетін көйлек сұрады. Ақыры бармайтын болған соң берейін дедім. Бірақ ол айтқан уақытында көйлекті алып кетуге келмеді. Басқа біреуден тапқан болар деп ойладым да қойдым. Сәлден кейін үй түріп, абаланып кеткен соң сыртқа шықсам, сол қыз келіп тұр екен. Мен үйге қайта кіріп, дайындап қойған көйлекті алып шықтым. Ол енді қолы босап, келген беті осы екенін айтып жатыр. Мен онымен қоштасып, ішке кіргелі жатыр едім, өзін шығарып салуымды өтініп,
қиылды. Мен келісіп, оған ере шықтым. Екеуміз әңгіме айтып келе жатырмыз. Мен тыңдағаным болмаса, көбіне ол сөйлеп жатыр. Енді қандай жоспарым бар екенін, қандай оқуға түспек ойым барын сұрап қояды. Әңгімемен үйден біраз ұзап кеткен екенбіз. Екі көшенің қиылысына келгенде мен тоқтап, онымен қоштастым. Ол да көйлекті алып, тез-тез басып жүріп кетті. Үйге қарай бет алдым. Кенет арғы көшеде келе жатқан көлік біздің көшеге асығыс бұрылды да, менің жаныма кілт тоқтады. Мен ештеңе түсінбей қарап қалыппын. Сол мезетте іштен еңгезердей екі жігіт шықты да, мені көтеріп алып, екі бүктеп, көліктің артқы орындығына тастай салды. Мен не болғанын түсіне алмай абдырап қалдым. Есімді жиып, көмек сұрамақ болып айғайға басқанда, көлік зу етіп сырғи жөнелді. Терезелері қараңғылаған көліктен сыртты көре алмай отырмын. Айғайлап жылап келемін. Әлгілер даңғаза музыканы жоғары даусына қойып, мені тыңдар емес. Бұлар мені алып кетіп не істемек? Менің қыз емес екенімді білетін болғаны ғой. Бір жерге апарып зорламақ шығар деген ойлар миымды жарып жіберердей болды. Қарулы қолдармен алысып, бұлқына беріп, шаршап қалыппын. Көлік бір ауылға бұрылғанда көрінді. Бір кезде жарығы мол жағылған, көңілді әуен ойнап, көп адам жиналған үйге келіп тоқтады. Олар жылдам түсіп кетті де, мені көлікте қалдырды. Сонда ғана мені алып қашып кеткенін түсіндім. Ары қарай не болғанын білмеймін, талықсып кетіппін. Есімді шымылдықтың ішінде жидым. Киімімді ауыстырып, үстіме қызыл халат кигізіп қойыпты. Басымда орамал, ол қисайып кеткен. Мұрныма адыраспанның иісі келді. Сәлден кейін үлкен әжелер келіп, менің қолхат жазып беруімді сұрады. Мен айғайға басып жылап, көнбедім. Мұнда қалмайтынымды айтып жыладым. Сол мезетте қуғыншылар да жеткен екен. Олар мені құтқарып алып кетер деген үмітім де аяқ асты болды. Екі жақтың келісімімен менің тағдырымды шеше салыпты. Қатал әке босаға аттаған екен, енді қайтып келмесін деп қалуымды бұйырыпты. Жеке тұлға емес, қуыршақ секілді болған тағдырыма лағмет айтып, мен қалдым. Алып қашқан әлгі соңымнан ұзақ жүгірген, өзімнен 10 жас үлкен жігіт екен. Өз еркіммен көнбеген соң, мен осылай бағындыруды жөн санапты. Тағдырыма амалсыз бой ұсынып, 16 жасымда келін болып, ертеңіне беташар болды. Кешке құрдастары жиналып, отырыс жасады. Сол күні күйеуім аздап ұрттаған болатын. Менің ең қорыққан сәтім неке түні де келді. Күйеуім мені шешіндіре бастағаннан-ақ денемді жиырып тырыстым да қалдым. Ол өз дегеніне жету үшін мені аймалап, денемді үйретіп, тірлігіне кірісті. Мен бәрібір еркін жата алмадым. Өзімнен 10 жас үлкен, бөтен еркектің құшағынан қорықтым ба, әлде бала кезде алған травманың әсері ме, мен үшін алғашқы қатынас ауыр болды. Кенет күйеуім орнынан атып тұрып, маған айғайлай бастады. Сен пәк емес екенсің ғой, кіммен болдың, қыздығыңды кім алды деп, мені ұрып жіберердей екіленді. Мен сол кезде құрбымның әкесі құртқан екен ғой деп ойлап қалшылдап кеттім. Бірақ ол мұнда ештеңе жасаған жоқ еді ғой. Бір жолы велосипедтен құлағанда астым қанап еді, сол кезде құрыдым бекен деп ойлай бастадым. Күйеуім, шыныңды айт, кіммен болдың? Мен саған ұрыспаймын, жасырма деді. Мен сөйлеуге шамам келмей, басымды шайқай бердім. Сәлден соң ешкіммен деген сөзді әрең айттым. Маған пәк емес әйел керек емес. Сені төркініңе апарып тастаймын, тез киін деді. Мен бұдан өле салғаным артық еді ғой. Әкем мен шешеме, ауылға, ел жұртқа масқара болатын болдым ғой деп ойлап, қалшылдап, жылап жүріп киіне бастадым. Бір уақытта күйеуім, маған сен қандай болсаң да ұнайсың, сені сүйемін. Бір тамшы қан сенің көз жасыңның қасында ештеңе емес, болды, жаным жылама деп мені жұбата бастады. Біз жақтың салты бойынша неке түнінен кейін абысындар ақжаймаға қан тамған тамбағанын тексеретін. Мен соны ойлап, әлі жылап отырмын. Күйеуім денесінің көрінбейтін бір жерін тілді де
қан шығарып, ақ жаймаға тамызды. Таң ата абысыным жалмаңдап есікті қақты. Мен оған ақ жайманы ұсындым. Қанның көп аққанын күдік тудырды ма, сенен қан кетті ме не деп таң қалып сұрады. Мен иығымды көтеріп, білмеймін деген ишара білдірдім. Таң алдыға дейін жылай беріп, әбден шаршаппын. Жастыққа бас қойсам, ұйықтап қалыппын. Сағат 9-дарда бөлмеден шықтым. Содан кейін 3 күн қонақ күтумен қол түймей кетті. Кешке сілем қатып, төсекке әрең жетемін. Күйеуім де аздап ұрттайды да, менімен қоса шаршап жығылады. Сөйтіп, ел аяғы басылып қонақтар тарқады. Енді өзіміз қалған соң, күйеуім қайта жабыса бастады. Мен алғашқы түні қалай қиналғанымды, оның ұрысқанын ұмытқан жоқ едім. Ол мені шешіндіріп, аймалай бастағаннан тағы да денемді жиырып ала қойдым. Еркектің сезімі шегіне жетсе, ештеңеге қарамайтын әдеті ғой. Тағы да қояр да қоймай, аймала бөліп барады. Бөлме тас қараңғы болатын. Күйеуім тірлігін аяқтай бергенде, сан жағыма су сияқты болып, мұздай бірдеңе тигендей болды. Дереу жарықты жағып қарасақ, менен болар болмас қан шығыпты. Ақ жаймаға жағылған қанды көріп күйеуім қуанып кетті. Сонда барып мен оның қыздық перде екенін түсіндім. Алғашқы түні күйеуім қызу болған соң, қыздығымды ала алмаса керек. Мұны көрген ол мені шөпілдетіп сүйе бастады. Мен сенің пәк екеніңе сенгенмін, білгенмін, адал екеніңді деп қояды. Осыдан кейін күдігі сейіліп, жүзім жарық болады деп ойлаған едім. Тағы да қателескен екенмін. Күйеуім қызу болса болды, сол түнді айтып, есіме сала береді. Бұл менің жанымда ауыртып, ескі жараның аузын тырнай береді. Бұл күнде 4 баланың анасымын. Тұрмыстық жағдайым да жаман емес. Күйеуім екеуміздің арамызда жақсы, ұрмайды, көзіме шөп салмайды. Бірақ сәл ұрыс болса, сен алғашқы түні пәк болып шыққан жоқсың. Кіммен болғаныңды да айтпадың. Не де болса ішіңде қалды. Не жасырғаның барын кім білсін. 3 күннен соң қан шықты, әйтеуір деп айта береді. Сен менің таза екеніме көзің жеткен жоқ па деп құмыға жылайтынмын әр айтқан сайын. Арада қанша жыл өтсе де, соны айтып, бетіме шыжғырып басудан танбай келеді. Ақтала беруден де шаршадым. Менің өзіме өзім күмәнмен қарауыма себеп болған құрбымның әкесін қарғаймын. Соңғы ұрыста күйеуім тағы да сол туралы айтып келе жатыр еді. Мен саған ақтала беруден шаршадым. Енді сол туралы бір ауыз сөз қозғайтын болсаң, екеуміз 2 бөлек адам боламыз. Мен сенен кетіп ажыраспаймын, бірақ бір үйде тұрсақ та, сен мен үшін жоқ адам боласың. Сенен әбден көңілім қалды дедім. Жылаған жоқпын, ақталған жоқпын. Сенімді түрде ескерттім. Содан кейін қит етсе, неке түні туралы айтуды қойды. Бірақ менің оған деген көңілім бұрынғыдай емес. Құрметті ата-аналар, сіздерден өтініш, ешқашан ұл болса да, қыз болса да, балаңызды біреумен қалдырмаңыздаршы. Адам аласы ішінде деген. Кімнің қандай екенін бір Алла ғана біледі. Мен секілді өмір бойы өксіп өтпес үшін балаларыңызды сұқ көздерден сақтаңыздаршы. Арамдық аз деген менің бала күнімдегі оқиға осылай болғанда, мына біздің заманда біреуге сенім арту тіпті қиын. Менің оқиғам сіздерге сабақ болса екен. Әңгіменің соңы.